Жапондықтардың тағы да бір қызық ойыны ол өлім лабиринті. Қатысушының мақсаты лабиринтке кіріп, екі сақшыға ұсталып қалмай, бұл жерден аман есен шығу. Бірінші қатысушы дұрыс жолмен келе жатыр, бірақ дәл қасында адам жегіз сақшы тұр. Дауысты байқаған ол, жанында сақшы бар екен түсініп қойды және астқа қаратай бара жатыр. Екінші есікке кірді, бірақ оның артына тағы да бір сақшы тұрған ол білген жоқ. Құдай берем десе есіктің артынан беретіні шын екен, дәл сақшының келіп қолына түсті. Екінші қатысушы бізде әулие ағаш құсап, басына ақ шүберекті байлап алған екен. Есікті ақырындап ашуда қарап қояды, ішінде біреу бар ма жоқ па деп. Ішінде біреу жоқ, бірақ екеу бар. Ол екеуі де қазір өте ашулы. Бұндай жерде ұзақ болғандықтан олардың құлақтары сақ, көздері мен тесіктерді қарауда. Өздерінің құрбанын іздеп жатыр. Екінші қатысушы бұл бізде әулие ағаш бағанағы бірінші құрбанның жолымен келе жатыр. Тура сақшының бөлмесіне кірді, сақшы ұстап алды. Ол жұлқынып қашпақшы, бірақ күші көп сақшы оны жібермейді бұндайда. Бұл лабиринттен тірі шығудың мүмкіндігі өте аз секілді, себебі сақшылар өте сақ және өздерінің үйіндегідей бүткіл есіктерді және бөлмелерді бақылауында ұстауда. Бірақ мына жігіт қандай тактиканы қолданар екен? Ол үшінші есікке дейін барды, бұндайға дейін әлі ешкім жетпеген. Бірақ дауысын естіп қойды, қараңыздар. Сақшы тура жанында тұр. Олар бір-бірін көріп тұрған жоқ және жүгіріп қашып кетті. Бұл қатысушының өте жолы болды десек те болады, себебі бұл өлім лабиринтінен әлі ешкім тірі шығып көрмеген. Келесі қатысушыны бізде Учиха кланының ұрпағы дейді, себебі оның көзінде шаринганы бар. Сол шаринганды қолданып ол қазір сақшылар жоқ есікті іздеуде. Және ортаңғы жолмен жүгірген ол ешкімге ұстатпай сытыла шықты. Бізде екінші жеңімпаз бар, есеп 2-2. Байқағандарыңызда екінші сақшы бізде өте әлсіз екен, себебі соның тарапынан, соның жағынан екі қатысушы сытыла өтіп кетті. Бұл жерде 2-2 есеп өлім мен өмірдің арасы десек те болады. Қазір кім жеңсе, сол нақты жеңіске деген мүмкіндігі жоғарылай түседі. Мына қатысушымыз міне біздің үсті басы боялған, походу үйіндегі заборын краскілеп жатқан жерден осы ойынға алып кеткен секілді. Ол өте сақ, қараңыздар, аяғын аңдап басуда. Ақырындап, міне екінші есікке жақындады, ортаңғы есікті тексеріп көруде, біреу бар ма деп. Ешкім жоқ екенін байқаған ол тағы да арғы есікке бара жатыр, бірақ тура алдында сақшы бар екен сезіп қойды. Қорқынышты кинодағыдай бізде интрига сақталуда. Ол бір бөлменің бұрышында тығылып қалған тышқан құсап, қазір қайда барарын білмей тыпыршып, аяқтары дір-дір етіп лабиринттен шыға алмай жатыр. Оның артынан екі сақшы аңдуда. Олар оны ұстаса, ол өлетінін біледі. Сол себепті қазір барынша аман қалудың және де өз командаластарына ұпай алып берудің жолдарын іздестіруде. Оның басты мақсаты қазір лабиринттен тірі шығу. Бірінші сақшы әлі өз орнынан қимылдамаған секілді, ойын басталғалы бері ол осы үшінші бөлмеде болған, әлі де сол бөлмеде. Соны пайдаланған біздің қатысушымыз қазір әрең дегенде лабиринттен шықты. Не деген керемет бұл жігіт, не деген керемет ойын көрсетті бізге. Ары қарай бізде алтыншы қатысушы, бұл қатысушының да жолы болып аман қалар ма екен деген уайым бізде. Меніңше сақшыларға есепті теңестіру үшін тактика өзгерту керек. Бұл болмайды, өйткені олар тек бір бөлмеден ғана шықпауда. Өздері де түсінгендей, бұлар қазір план перехвата тактикасын қолданып көрмекші. Ақырындап аңдып жүгіруге жол беріп, міне екеуі екі жақтан бас салды. Және қараңыздар, қылқындырып өлтіріп жатыр. Байқұсты мойнын қысып өлтірді. Жетінші қатысушы, шешуші сәт. Есеп 3-3. Кім женер екен? Сақшылар ма жоқ әлде қатысушылар ма? Ол дұрыс жолмен бара жатыр және сақшыларға ұсталмай өтіп кетті. Есеп 4-3. Бұл жерде бізде қатысушылар женді. Сіздермен бірге болған Аттила топ. Лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар.